Достар, тек OneX компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. OneX сілтемесі төменде. Мадридтік Реал әлемнің үздік клубтарының бірі екеніне ешбір футбол жанкерінің күмәні жоқ болар. Соңғы 10 жылдың көлемінде патшалық клуб сан түрлі жүлделер ұтып биік белестерді бағындыруда. Бұған әрине клубтың тек қана жеңіске негізделген философиясы, үздік академия түлектері және де өте сәтті трансферлер топтамасы себепші. Бүгінгі бейнероликте Мадридтік Реалдан ең үздік трансферлер ондығын ұсынбақпыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтингті әрине француздық центр-бэк Рафаэль Варан ашады. 2011 жылы Мадридті клуб француздық Лансқа өте перспективті қорғаушы үшін 11 миллион евро төлеп Бернабеуге келді. Испандық клубта өткізген 10 жылда Рафаэль клубтың негізгі центр-бэктерінің бірі болып, командаға сан түрлі жеңістер әкелді. Варанмен бірге Мадридтік Реал 3 рет Испания чемпионатын ұтып, 4 рет чемпиондар лигасын бағындырды. Ал биылғы жазғы трансферлік терезе сәтіне 40 миллион евро құнымен Манчестер Юнайтедқа сатылды. 2014 жылы Тони Кросс топ жарып, Бавариямен нәтижелі маусым өткізгеннен бөлек әлем чемпионатында Бундестимнің басты көшбасшыларынан бірі болып, алтын жүлдені ұтты. Осы орайда іске дереу түрде Флорентино Перес араласып, неміс хавбегі үшін Мюнхенді клубқа 25 миллион евро төледі. Сол сәттен бері Тони Реалдың қорғанысындағы басты хавбектерінің бірі атанып, испандық клубпен 14 жүлде ұтты. Қазіргі таңда Кросстың трансферлік құны 40 миллион евроны құрайды. Реалдың орталық зонасының кезекті негізгі ойыншысы Карлос Казимиро үшін мадридтіктер небәрі 6 миллион евро төлесе де, бразилиялық ойыншы үмітті толық ақтады. Бір маусымға Портуға жалға өнер көрсетуге келсе де, Карлос орала салысымен клубқа сан түрлі жүлделерді сыйлап, орталық тірек қорғаныс позициясындағы беріктікті қамтамасыз етті. Қазіргі таңда әйгілі трансфер Марк порталы Реалдың негізгі хавбегін 70 миллион евроға бағалауда. Басқа бразилиялық ойыншы нақтырақ Марсело үшін мадридтіктер 1 миллионға артық төлесе де, ол да үмітті толық ақтады. Соңғы жылдары бразилиялық қаптал қорғаушысы көбінесе ауысымда отырса да, алғашқы 10 жылдың көлемінде Марсело негізгі құрамнан ойып тұрып орын алып, қорғанысы да шабуылда да өте белсенді болатын. Ал оның сол қапталы қарсыласқа өте қауіпті болып, дәл соның әлген пастарынан Роналду өте көп мәрте гол соқты. Оның позициясы дәл қазір Мендиге тиесілі болса да, Марсело баяғыда өзінікін дәлелдеп, клубтың аңызы атанды. Рейтингтің бестігіне әрине Мадридтік Реалдан тек қана центрі ғана емес, барлық структурасының негізгі системасы команданың басты дирижері Лука Модрич жайғасады. 2012 жылы Мадридтік клуб Тоттенхемге перспективті хавбек үшін 35 миллион төлеген сәтте, көпшілігі ол жайлы күмәнданса да, Лука бірден негізгі хавбек атанып, клубқа сан түрлі жүлде ұтуына себепші болды. Қазіргі таңдағы Реал сапындағы жалғыз алтын доп иегерінің жасы 36-ға толды. Сондықтан Реалға дәл Лука сияқты интеллекті ерекше дамыған ойыншыны іздестіру керек. Алайда дәл Модрич сияқтыны табу оңайға соқпас. Зинедин Зидан бапкер ретінде Мадридтік Реалға 11 жүлде сыйлап, клуб тарихындағы үздік бапкерлердің бірі атанғанын бәрі біледі. Алайда Зизудің қандай ұлы футболшы болғанын тек нағыз ардагер жанкерлер еске алатын болар. 2001 жылы Флорентино Перес Туриндық Ювентуске Зидан үшін 77 миллион евро төледі. Патшалық клуб сапындағы небәрі 5 жылда Зизу клубқа 6 титул сыйлап, негізгі хавбек атанды. Және мансабында француздық ойыншы дәл Сантьяго Бернабеуде аяқтады. Мадридтік Реалдан аңызы танылған басқа француздық ойыншы Карим Бензема болса, отандасынан әлде қайда ұзақ уақыт ақжейденің намысын қорғауда. 2009 жылы испандықтар француздық Реонға Карим үшін 35 миллион евро төлеп, Бензема Реалдан басты центр форварды танылды.
Қазірдің өзінде Карим клуб тарихындағы үздік сұрмергендері үштігіне кіреді. Десе де Криштиану Роналду болмағанда Бензема бәлкім бұл тізімді тізгін дейтін демеді. Себебі Бензема мансабының көп бөлігінде өзі соғатын жерлерде Роналдуға пас шығаруды жөн санайтын. Криштің кетуінен кейін Каримнің нәтижелі көрсеткіштері де өте қатты өзгерді. Мадридтік клубтың көп жылдық басы центр-бегі және капитаны Серхио Рамос клубқа сан түрлі жүлделер, соңғы минуттегі интригаға толы жеңістерден бөлек қорғаныстағы беріктікті сыйлады. Өз кезінде Перес Рамос үшін Севильяға 27 миллион евро төлеп, Серхио бірден клубтың негізгі қорғаушысы танылды. Ақжейдеде өткізген 16 жылда Рамос клубқа 22 жүлде сыйлады. Ал оның 4-еуі тіпті Чемпиондар лигасы. Ал оның 2-еуінің финалында ол тіпті гол да соқты. Әсіресе 93-ші минутте жеңісті жұлып әкеткен Десима өте эмоцияға толы болды. Және де рейтингтің бірінші орнын әрине Криштиану Роналду жайғасады. Португалдық футболшының Реал үшін сіңірген еңбегі жайлы айтудың қажеті болмас. Криштиану өзінің 450 голымен клуб тарихындағы үздік сұрмерген атанып, Мадридтік клубқа 15 титулды сыйға тартты. Осы уақыт аралығында Флорентино Перес оның трансфері үшін сол сәтте рекордтық 94 миллион евро төлегеніне бір мәртеде өкінбеген болар. Себебі Криштиану жанкүйерлерден және барлық спорт сарапшыларының пікірі бойынша клуб тарихындағы үздік футболшы атанды. Арада жылдар өте бұл тізімге Вальверде, Винисиус немесе Родриго кіруі мүмкін. Алайда әрине барлығы уақыттың еншісінде. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, келесі қай клубтың үздік трансферлер ондығын шығаратынымызды ұсына отырыңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.